Ертіс Баян өңірі талантты, білімді жастарға толы. Жерлестеріміз түрлі деңгейдегі шараларда бой көрсетіп, өңір намысын қорғап жүр. Осы жастарды қолдап қолпаштау мақсатында тәуелсіздік ұрпақтары сыйлығы тағайындалған еді. Тәуелсіздік ұрпақтары сыйлығы осымен 4-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Осыған дейін ертіс дарыны деген атаумен өткен. Биыл премияның ерекшелігі номинацияларға ауыл шаруашылығы саласы қосылды. Тәуелсіздік ұрпақтары премиясы жастарымыздың ғылым, шығармашылық, спорт және медицина саласындағы жетістіктерін, қоғамдық өмірдегі пайдалы қызметін ерекше атап өтуге арналған. Осы жылы да 10 номинация бойынша 20 жеңімпаз анықталды. Әрине, бұл жетістіктер сіздердің дарынды, ынталы, еңбекқорлық қасиеттерге ие болудың арқасы. Мен осындай жігерлі, жаңа идеяларға толы жастарды көргеніме қуаныштымын. Әрқайсыңыз түрлі салаларда жетістіктерге жетіп, талай белестерді бағындырып келесіз. Жыл серпілісі номинациясында бірінші болып Дина Афанасьева марапатталды. Ол жақында ғана Кореяда өткен World Skills International конкурсында веб-технология компетенциясы бойынша 3-ші орынға ие болды. Позавчера вернулась из Кореи, там участвовала. Осыдан бірнеше күн бұрын Кореядан келдім. Онда World Skills International конкурсына қатыстым. 3-ші орын алдым. Әрине қиын болды. Негізі мен 2019 жылдан бастап аталмыш сайыстарға қатысамын. Былтыр Euroskills'та да 3-ші орын алған едім. Атап айтсақ, сыйлық жыл серпілісі медицина, білім және ғылым, қоғамдық қызмет, спорт, еріктілік, мәдениет, ауыл шаруашылық қызметкері, өндіріс қызметкері, кәсіпкерлік, ерлігі үшін номинациялары бойынша тағайындалды. Ертіс аудандық полиция бөлімінің аға сержанты Азамат Саянов ерлігі үшін марапатталды. Ол суға батып бара жатқан 2 баланы құтқарып қалған. 22 жылы 5 қазанда еңбек демалыста жүрген кезде туыстарға барғам, күтіп алуға апарымнан. Одан кейін балаларды көріп, құтқарыңыз деп айғалады. Ойланбастан сол жаққа қарай жүгіріп, жүзіп, судан шығарған кезде денсаулықтарын қарап, үйлеріне апардым. Сондай қоғамдық қызмет бағытында Қазақстан Халық Ассамблеясының жастарда марапатқа ие болды. Мәселен, Элвин Магарамов әлеуметтік желіде мемлекеттік тілді үйретумен айналысады екен. Қазақ тілді жақсы меңгеремін, себебі мен туған жерім Қазақстан, ұлтым Әзербайжанда болса да қазақ тілінде сөйлеуге тырысамын. Ассамблея жастарында мен 18 жасындамын. Сол мен ассамблея жастарында волонтердік жұмыс істейміз, содан қазақ тілінде жастарға үйретеміз. Мысал үшін біз Инстаграмда инстасөздік деген бір программа жасадық. Сол инстасөздікте біз әртүрлі қазақ тілінде сөйлемдерді аударамыз, жастарға көрсетеміз. Айта кетейік, шара республика күніне орай ұйымдастырылды. 20 премия иегеріне 500 мың теңгелік сертификат табысталды. Самал Қалиқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.